Сәлеметсіздер ме балалар? Бұл 2 сынып математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде 33-ші сабақ. Өзіңді тексер. Шамалар және олардың өлшем бірліктері. Сен шамаларды өлшеу құралдарын бір-бірінен ажыратуды, шамалардың мәндерін түрлендіруді, салыстыруды, шамалардың мәндеріне амалдар қолдануды, жай есептерді шығаруды, теңдеулерді шешуді үйрендің. Нөмірі 1 есеп. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. 92 сантиметріміз тең 9 дециметр 2 сантиметрге. 100 сантиметріміз тең 1 метрге. 1 метріміз 10 дециметрге тең. 4 дециметр 6 сантиметріміз тең 46 сантиметрге. 1 метріміз 10 дециметрге тең, 10 дециметріміз 100 сантиметрге тең. 100 килограммыз 1 центнерге тең. 1 центнерде 100 килограмм бар. 50 сантиметр тең 5 дециметрге, 8 дециметріміз 80 сантиметрге тең екен. Нөмірі 2 есеп. Салыстыр. 42 сантиметр мен 9 сантиметрдің айырмасы 33 сантиметрге тең екен. 43 сантиметр мен 8 сантиметрдің айырмасы 35-ге тең. Яғни 33 сантиметр кем 35 сантиметрден. 44 литр мен 5 литрдің айырмасы 19 литрге тең. 21 литр мен 4 литрдің айырмасы 17-ге тең. 19 литр 17 литрден артық екен. 67 килограмм 1 центнерден кем. 1 центнерде 100 килограмм бар балалар бізде. 1 центнер азайту 37 килограмм. 1 центнерде 100 килограмм бар. 100 килограммнан 37 килограммды азайтатын болсақ, 63 килограмм екен. 63 килограмм кем 73 килограммнан. Нөмірі 3 есеп. Амалдарды орында. 37 сантиметр қосу 63 сантиметріміз 100 сантиметрге тең екен. 100 сантиметрімізде 10 дециметрге тең. 10 дециметріміз 1 метрге тең екен. 1 метрден 4 дециметр 7 сантиметрді азайтамыз. 1 метрде 100 сантиметр бар. 4 дециметр 7 сантиметрімізде 47 сантиметр бар. 100-ден 47-ні азайтатын болсақ 53 сантиметр. 53 сантиметрде 5 дециметр 3 сантиметр бар екен. 9 дециметр 2 сантиметр қосу 8 сантиметр. Яғни 92 сантиметрге 8 сантиметрді қосатын болсақ 100 сантиметр. 100 сантиметрімізде 10 дециметрге тең, 10 дециметріміз 1 метрге тең екен. 99 литр азайту 62 литр тең 37 литрге. 3 центнерден 8 центнер мен 7 центнердің айырмасын азайтамыз. Бірінші жақшаның ішіндегісін орындап алатын болсақ, балалар 8-ден 7-ні азайтатын болсақ 1, 3-ке 1 центнер қоса, 3-тен 1 центнерді азайтатын болсақ 2 центнер екен. 74 килограмм қосу 26 килограмм тең 100 килограммға. 100 килограмм 1 центнерге тең екен. Нөмірі 4 есеп. Есепті шығар. Әпкемде 27 метр таспабау болды. Оның 19 метрін сіңіліме берді. Әпкемде неше метр таспабау қалды? Яғни есептің қысқаша шартын жазып шығайық балалар. Болды 27 метр. Берді 19 метр. Бізге табу керек қанша қалған, не балалар? Біз ол үшін 27-ден 19-ды азайтамыз, яғни 8 метр. Жауабы әпкемде 8 метр таспабау қалды. Нөмірі 5 есеп. Есепті шығар. Бағбан базарға 20 килограмм құлпынай және 37 килограмм қарақат апарып сатты. Бағбан барлығы неше килограмм жеміс сатты? Есептің шартын жазайық балалар. Құлпынай 20 килограмм, қарақат 37 килограмм. Бізге барлығын табу керек. Ол үшін біз 20-ға 37-ні қосамыз, 57. Жауабы бағбан барлығы 57 килограмм жеміс сатты. Нөмірі 6 есеп. Есепті шығар. Шелекте 19 литр, ал шәйнекте одан 17 литр кем су бар. Шәйнекте неше литр су бар? Есептің қысқаша шартын жазайық балалар. Шелекте 19 литр. Ал шәйнек бізде белгісіз, бірақ 17 литр кем шелекке қарағанда. Ол үшін біз 19-дан 17-ні азайтамыз. 2 болады. Жауабы шәйнекте 2 литр су бар.
Нөмірі 7-ші есеп. 6-шы тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр және оны шығар. Кері есеп құрастыратын болсақ, балалар, шәйнекте 2 литр, шелекте белгісіз 17 литр артық шәйнекке қарағанда. Шешуі 2-ге 17-ні қосамыз, 19. Жауабы шелекте 19 литр су бар. Нөмірі 8-ші есеп. Есепті шығар. Қазанда 3 литр, ал шелекте 7 литр сүт бар. 2 ыдыста барлығы неше литр сүт бар? Яғни балалар, қысқаша шартын жазайық. Қазанда 3 литр, шелекте 7 литр. Бізге табу керек барлығын. Біз шешуінде 3-ге 7-ні қосамыз, 10 литр. Жауабы барлығы 10 литр сүт бар. Нөмірі 9-шы есеп. Теңдеулерді шеш. X азайту 27 тең 56. Мұнда біз X-ті табуымыз үшін 56-ға 27-ні қосамыз, яғни 83. X-іміз мұнда 83, X-тің орнына 83, азайту 27 тең 56. 56 тең 56. 35 азайту B тең 7. Мұнда B-ны табуымыз үшін 35-тен 7-ні азайтамыз, 28. Мұнда енді B-ның орнына 28-ді жазамыз. 35 азайту 28 тең 7. 7 тең 7. 43 қосу Y тең 69. Y табуымыз үшін 69-дан 43-ті азайтамыз, яғни Y-біз 26 екен. 43 қосу Y-дің орнына 26 тең 69. 69 тең 69. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.